Сәлем әлем, сіздермен саяхаттаймыз арнасы. Және бүгінгі видеода әйелдер нені қалайды фильмі туралы айтатын боламын. Сондықтан да арнамызға тіркеліп, лайк басып өтіңіздер. Ник Маршалл ең жоғары дәрежедегі әйелдер еркегі сынды. Ол балалық шағын анасы билейтін Корпус де балеттің әйелдер киінетін жерінде өткізген. Корпус де балеттің сүйкімдісі осы еді. Ол қыздардың саунасына шомылды және әйелдермен қалай сөйлесу керектігін үйренді. Жас бала әрқандай адамды ақылынан алжастыратындай еркекке айналды. Ник реклама агенттігінде жұмыс жасайды. Ол ұзақ уақыттан бері мансабын көтеруін қалайды. Бастығы оған редактор, директор қылып тағайындауға уәде берген. Қазір Ник спорт киімдеріне реклама жасау үшін тендер жариялайды. Ник үшін компаниядан үлкен шартнаманы алу қиын жұмысқа айналады. Бастығы әйелдерді тек әйелдер түсінеді деп сеніп, Дарси Магуайрді Никтің жобасын басқаруды ұсынады. Бастығының айтуынша, Никтің шартнамасына қол қойылмаса, Дарси креатив директоры болып тағайындалатын болады. Ал Никтің сағы сынған еді. Ол әрқандай жолмен күтілмеген қарсыласынан өз жоғалтқан позициясын қайтарып алуға тырысады. Мисс Магуайрдің темір характері және іскерлік білімінің жоғары еді. Бірақ Дарси өмірде жалғыз еді. Жоба менеджері стратегияны өзгертетінін хабарлайды. Агенттіктің мақсаты енді аудиториясы әйелдер. Қыздардан басқа қатысатын қызметкерлердің әйелдер секілді ойлануы керек. Сол түні Ник тайғанап ваннаға құлайды және онымен бірге фен де суға түсіп кетеді. Нәтижесінде Никті күшті электр тоғы соғады. Ник таңға дейін есін жоғалтып алады. Ертесіне оянғанда Ник әйелдердің ойын оқи алатынын түсінеді. Алғашында ол есім ауысты деп ойлайды және тағдырдың сыйынан құтылуға тырысады. Ол 10 жыл алдын әйелмен барған психологқа барып кеңес алуға барады. Басында әйел Никке сенбейді, бірақ Ник өз қабілетін көрсеткенде әйел қуанып кетеді. Және ойына әртүрлі мүмкіндіктер ашылғаны түседі. Енді Ник әйелдер нені қалайды дейтін сұрақтың жауабын білетін жалғыз еркекке айналды. Енді Ник әйелдердің қалауын болжай алады. Яғни ол барлығын бақытты қыла алады. Психологқа барған соң ол мүмкіндіктерін жаман жаққа да пайдалана алатынын түсінеді. Ол Дарсидің ойын оқып қояды және оған айтады. Ал Дарси оған көнуге мәжбүр. Бастығы Дарсиді жұмысқа алғаны қате екенін түсінеді. Бірақ Ник өзі армандаған лауазымнан кетеді. Ол Дарсидің профессионал екенін түсінеді және оны жұмысынан босату дұрыс емес деп ойлайды. Ең жаманы, Дарсидің ойын оқи алатын Ник оны шынымен де ұнатып қалады. Және Дарси де Никті сүйеді екен. Сосын Ник Дарсиге барлық шындықты айтып береді. Және Дарси оған сразу жоқ деп жауап береді. Бірақ та олсыз өмір сүре алмайтын еді. Осымен фильм аяқталады. Сіздермен бірге болған саяхаттаймыз арнасы. Келесі видеода кездескенше